Сәлем достар, мындай тез тұшпара дайындағыларыңыз келсе, пельмени менімен бірге дайындайық. Кеттік. Ең бірінші несін дайындап аламыз. Несімен оның фаршын бір жұмыртқа салып, тұз салып, нанын илейміз. Әбден илеп аламыз. Пельменнің нанын дайындаймыз. Әбден қанғанша илейміз. Кішкене тындырып қоямыз. Бір сағаттай. Енді фаршын дайындаймыз. Тұз бұрышын салып қойдым. Жуасын ұсақтап турайым. Ұсақтау турап жуасын фаршымызға саламыз. Енді араластырамыз. Фаршты әбден жуасын езіп, кішкене ішінен жұмсартып жуасын. Наным қанып қалыпты, кішкене илей тұрайын. Енді жазуға дайындаймын. Кішілеу қылып кесіп аламыз. Мен пельменді қолмен жасамаймын. Арнайы ыдысым бар, соған жасаймын. Нанымызды жазамыз. Жазып аламыз. Нанын бір жағын қатты жұқа қылмаймыз. Нанның средний қалың емес, жұқа емес. Немнің бетіне, доскамның, пельменный досканың бетіне жаямыз. Жайып қоя тұрамыз. Екінші нанымды жазып аламын. Екінші нанымды жазып болдым. Енді ана пельменнің нанның бетіне фаршымды толтырамын. Барлығына асықпай кішкене молдау қылып салып аламын. Осыны салып отыру да негізі уақыт алады, бірақ тез боласың да, тек осы фаршты салатын кезде осындай мыжың болып тұрады, қалған тез. Сонымен осындай доскамен бар ғой, менде 2-3 жүгін жасаймын, соның семьямызға жетеді. Енді екінші бетіне қамырымызды салып, оқтаумен үстінен ысамыз. Қаттырақ ысқанда қиылып, пельменнің орындары шығады. Сосын анандай алып түсіреміз. Екінші бетінен алып төңкеріп түсіреміз. Сонымен пельменім дайын.